Қазақтың көне заңдары. Бұл күнде ұмыт болса да, мәнін жоймаған дала заңдары. Шіркін, даналықтың барлығы көнеде ғой. Қарызға алған мал жыл уақытынан асса, өтеммен бірге қайтарылады. Ұрғашы мал еркек малдан қымбат бағаланады. Қонақ қондырмағанға айып салынады. Қонағасын дұрыс бермеген жазаға тартылады. Ауқатты адамның кедейге жәрдем беру міндеті бар. Малға және басқа жануарларға зәбір жеткізу қылмыс. Әдеп бұзғандарға жаза бар. Тентек үшін тек әке шешесі ғана емес, бүкіл ауыл, сол ауылдың ақсақалдары жауап береді. Арақ ішіп өлгендердің жаназасы шығарылмайды және бөлек жерленеді. Оң жақта отырып екі қабат болған қыз қалың малсыз беріледі. Некесіз бала туған әйелге құрмет көрсетілмейді. Қарабет болған қыздың бұрымы кесіліп масқараланады. Мал өрісін, жусауын бұзғандар айыпқа тартылады. Екі адамның бірі боранда үсіп өлсе, оның жанындағы кісі қасқыр ішікті болса жазаланады. Тәртіпсіз шәкіртке дүре соғылады. Еңбек үшін әркім ақы сұрауға хақылы, бірақ асарда, үрмеде ақы сұрауға болмайды. Апатқа, өртке ұшыраған шаңыраққа руы, ауылы заттай, малдай, ақшалай көмек көрсетуге міндетті. Еркекке қынсыз, пышақсыз, бәксіз жүруге болмайды. Соғысқа үйдің жалғыз баласы алынбайды. Екеуден біреу, бесеуден үшеу, негіз болса 5 бала жасаққа алынады. Жиенге сот жоқ. Күйеу қайтыс болған әйел 1 жылға дейін тұрмысқа шықпайды. Әйелі қайтыс болған ер адам жылын өткөрмей төсек жаңғыртуға болмайды. Жесір әйел ерден кетсе де елден кетпейді. Күйеуінің ағасына немесе інісіне тұрмыстануына тиісті. Егер әйел басқа біреуге кетер болса, бұл жесір дауы жарғысына салынады. Қалыңдық арсыз болса және ол дәлелденсе, күйеу жақ қалың малын қайтарып алады. Ұрын келіп жүрген күйеу кейін қалыңдығын абыройсыз деп тапса, оның бұл сөзі қабылданбайды. Отанын, елін, дінін сатқандарды, жауға көмек көрсеткендерді ат құйрығына байлап азаптап өлтіреді. Елге опасыз болғанның үйі ауылдан бөлек қондырылады. Дала заңы бойынша ерлі зайыптылар ажырасса, балалар әкеге тәуелді болады. Дін салты бойынша еркек 4 әйел алалады. Еркектің белсіздігі анықталса, әйелдің ажырасуға хақысы бар. Әйелі бала таппаса, еркегі ажырасуына болады. Зәбірсіз 4 күніне еншісімен апарып салу керек. Ант бұзғанға айып бар. 7 қазына кітабынан алынды.